Астанада білім және ғылым министрлігінің бұрынғы орынбасары Саят Шайхметовке қатысты сот жалғасуда. Бүгін судья куәгерлердің жауабын тыңдады. Алайда құрылыс басындағы қылмыстық әрекетті көзбен көрдім, білдім деп келген бір азамат сот алдында бұған дейін тергеушілерге баяндап берген мәліметтерінен жаңылып, әбден састы. Куәгерлерден прокурор мен қорғаушылар да қанша рет сөз суыртпақтағанымен түк шықпады. Соңында куәгерлердің адвокаттары мен мемлекеттік айыптаушылар өзара сөзге келіп, сот отырысы аяқ асты айғай-шуға ұласа жаздады. Бұл бұрынғы білім вице-министріне қатысты үшінші отырыс. Сотқа екі шенеуніктің өзі әдеттегідей үйінен келсе, ал онымен ауыз жаласты деп айыпталған қос құрылыс компаниясының басшылары тергеу қапасынан кісенмен жеткізілді. Жалпы оларға қарағанда Шаяхметовтің жүріс тұрысы да еркін. Ол сот залына емін-еркін кіріп шығады, тіпті қалаған кезінде қорғаушысының қасына келіп кеңес те бере алады. Ал мына азамат атышулы істің бірден-бір куәгері екен. Ол тергеушілерге, Өскемендегі инженерлерге арнап салынған мектептің құрылысынан өрескел қате таптым, тіпті нысанның кейбір бөлігі аяқталмай қалған деп түсінік берген. Алайда неге екені белгісіз, ол сот залында осы көрген білгенін ұмытып сөзінен жаңылды. Прокурор қайта сұрақ қойып қанша сүйрегенімен түк шықпады. Ваша честь, можно будет перед допросником, потому что он не готов? Пусть он свои акты возьмет. Ваша честь, я возражаю. Дело в том, что нам свидетель не сказал о том, что он не готов. Келген куәгер өзіне сенімсіз деген бір топ қорғаушы соңында прокурорға бас салып еді. Дәл сот залында сөзі келіп қалған тараптарды судья әзер сабасына түсірді. Ал адвокаттар куәгерден сол күйде тұшымды жауап ала алмады. Вы технадзор, вы должны составить какой-то документ. Вы составляли такие документы о том, что чего-то не сделано? Какой документ с меня требуется? Вы имеете? О том, что имеете? Что не сделано? Я могу подтвердить, что сделано. Осылайша куәгер еш құжатсыз-ақ айтқандарын дәлелдеп бермек болып еді, айыптаушылар бірден қарсылық білдірді. Куәгерге адвокаттардың да күмәні басым болып тұр. Егер әр отырыс дәл осылай созыла берсе, экс-вице-министрге қатысты сотқа жақын күнде нүкте қойылмайтын сынды. Естеріңізге салсақ, Саят Шаяхметов қос сыбайласымен бірлесіп Өскемендегі инженерлер дайындайтын мектептің құрылысына бөлінген қазынаның 1 миллиардтан астам қаржысын қымқырды деп айыпталуда. Жаудыр Оразхан, Саят Астанов, КТК, Астанадан.